Енді алдағы уақытта смешка жасаймыз. Стратегияларды смешка жасауды көрсетемін. Түсінікті ғой. Яғни осындай линиялармен алдағы уақытта жұмыс жасаймыз. Енді қараңыздар. Біз бір брекаут өттік, екі брекаут өттік. Енді бүгін сіздерге өтетін сабақ бұл бізде ингольфинг зоналар. Ингольфинг зоналар. Ингольфинг зоналар. Қараңыздар. Бізде ингольфинг зоналар дегеніміз қандай? Ингольфинг зоналарда біз ингольфинг зоналарда біз свечалармен жұмыс жасаймыз. Қараңыздар, всегда бізде екі свеча бар, қайда барсақ та бармасақ та бізде екі свеча ғана бар. Енді осы екі свеча қызыл мен жасыл. Енді ингольфинг зоналар дегеніміз не? Ингольфинг зоналар дегеніміз осы екі свечаның тоже қосындысы, қосындысы болған кезде, мысалыға мына жерде бізде мына жерде бізде қараңыздар. Қызыл мен жасыл бірге кездесті. Енді қараңыздар, қызылдың денесі үлкен, жасылдың денесі кішкентай болатын болса, бұл зона бізде не болады? Шорт зона болады. Бір минут. Мына жерде қараңыздар. Екі свеча кездесетін болса, қызыл мен жасылдың денесі жасылдан үлкен болатын болса, бізде шорт ингольфинг болады. Шорт ингольфинг болады. Ал енді керісінше, жасылдың денесі үлкен, қызылдың денесі кішкентай болатын болса, бұл бізде не болады? Long ингольфинг болады. Тамамы не болып кетті? Мына жерде міне long ингольфинг. Көрдіңіздер ғой? Яғни жасылдың денесі үлкен, қызылдың денесі кішкентай болатын болса, бізде не болады? Бұл long ингольфинг болады. Ал керісінше, қызылдың денесі үлкен, жасылдың денесі кішкентай болатын болса, онда бізде не болады? Ол шорт ингольфинг болады. Енді шорт лонг ингольфинг белгілеген кезде біз енді көбінесе алдыңғыларда фитильдерді белгіледік қой. Бұл кезде ортасындағы нені белгілейміз? Денесін белгілейміз. Міне қызылдың фитильдің денесі тұр ғой, қызылдың. Мына жерде жасылдың денесі тұр. Түсінікті ғой? Яғни қызылдың денесін, жасылдың денесін белгілейміз. Мынау, значит, бізде long ингольфинг баға келетін болса, тоже осы жерде неге қарауға болады? Лонгқа қарауға болады. Мына жерде шорт ингольфингқа келетін болса, баға не істейміз? Төмен қарасақ болады. Мына жерде ингольфинг бар, мына жоғарыда ингольфинг бар, яғни қараңыздар, қызылдың денесі жасылдан бір есе үлкен, яғни жасыл бір есе болатын болса, қызыл одан екі есе үлкен болу керек. Сол кезде біз оны не істей аламыз? Ингольфинг зона деп ала аламыз. Түсінікті ғой? Яғни мына жерде бізде шорт ингольфинг бар, мына жерде шорт ингольфинг бар, мына жоғарының өзінде шорт ингольфинг бар, міне қараңыздар, мына қызыл артындағы жасылдан денесі не болып тұр? Үлкен болып тұр. Сол себептен мен оны зонаны не істей аламын? Ингольфинг зона деп қарастыра аламын. Түсінікті ғой? Яғни мен ингольфинг зонаны қараған кезде шортқа болатын болса, автоматом қызылдың денесін қараймын. Қызылдың денесі үлкен болатын болса, значит, ол шорт зона. Егер жасылдың денесі үлкен болатын болса, значит, ол не болады бізде? Лонг зона болады. Түсінікті ғой? Яғни ингольфинг зоналарды осылай свеча арқылы анықтасақ болады. Қатты қиындығы жоқ. Екі свечаны аласыз и все. Мына жерде тоже міне екі свечаны алдық, жасыл мен қызыл. Қызылдың денесі қызылдан екі есе үлкен. Значит, мынау бізде не болады? Ингольфинг зона болады.
мына жерде тоже так же, қызылдың денесі үлкен, жасылдың денесі кішкентай, жасылдың денесі аламыз, значит бұл не болады бізде? Short engulfing болады. Мына жерде жасылдың денесі үлкен, қызылдың денесі кішкентай, бұл бізде не болады? Long engulfing болады. Түсінікті ма? Яғни бұл жерде қатты қиын ештеңе жоқ, тек қана екі свечаны қарайсыздар. Қызылдың денесі жоғары жақтан, яғни сатушылар зонасы жағынан денесі қызылдың үлкен болатын болса, значит бұл не болады? Short engulfing болады. Мынаның бәрі short engulfing. Мынау long engulfing мына. Мынау long engulfing. Кейде оның денесі 4-5 есе үлкен болуы мүмкін, иә, ол разница жоқ. Кейде оның денесі бір-ақ есе кішкентай болуы мүмкін, ол кезде даже разница жоқ. Главный ол сіздің қызылдың денесінен кішкене үлкен болса болды жеткілікті. Кішкене емес, бір есе үлкен болса жеткілікті. Түсінікті ғой? Алтын әдемі жақсы өсіп жатыр. Мен әлі позициямды жапқан жоқпын. Мгм. 25-тен қазір қаншаға дейін өсіп тұр? 38-ге дейін өсіп тұр. Өсе берсін. Енді кеттік. Engulfingті сіздерге түсіндір. Толық көрсетейін, иә? Мынау бізде қызыл свеча дейік. Мынау бізде жасыл свеча. Иә, всегда бізде екі-ақ свеча келеді, басқа свеча жоқ. Міне, қызыл мен жасыл бірге келе ма, значит біз не істейміз? Қызылдың денесін аламыз, денесін белгілейміз. Мына жасылдың денесі қызылдың денесіне не болу керек? Екі немесе одан да жоғары үлкен болу керек. Яғни мына денесі мына жерден үлкен болу керек. Мына жерден бір деп алайық, мынау екі, почти екеу болып тұр. Екі свечада келеді. Сол себептен мынаны мен не істеймін? Engulfing зона деп ала аламын. Long engulfing. Long engulfing. Міне, яғни лонгта всегда жасылдың денесі үлкен болу керек, қызылдың денесі кішкентай болу. Сол кезде мынау бізде не болады? Long engulfing. Long engulfingта баға тоже так же келіп тест жасайтын болса, позицияны жоғары қараймыз. Яғни жасылдың денесі всегда үлкен болатын болса, значит ол зона бізде не болады? Long зона болады деген сөз. Түсінікті ғой? Иә, міне. Мына жерлердің бәрін қарасаңыздар, міне уже автоматом көрініп тұр, өзі екі свечаны қарайсыздар міне. Тоже бұны белгілеген кезде алдында не отработанный зона болу керек. Міне. Түсінікті ғой? Яғни алдында не отработанный зона болу керек. Енді мына бағанаға келетін болса, можно уже лонгқа қарауға болады. Түсінікті ғой? Ой.
міне. Бұл лонгтың ингolfing'i. Енді шортты көрсетемін. Енді шортты көрсетемін. Мен жақын неқтан көрсете берейін. Қазір анау данный момент баға кеп тұр екен. Сізге. Шортта керісінше, иә? Қызылдың денесі үлкен, жасылдың денесі кішкентай болатын болса, значит, бұл зона не болады? Short engulfing болады. Бұл жақта біз керісінше баға түсіп, қайтадан келген кезде біз неге ашамыз? Шортқа ашамыз. Шортқа ашамыз, міне. Түсінікті ғой. Бұл жақта яғни біз керісінше бірінші не істейміз? Қызылдың денесін қараймыз. Қызылдың денесі, жасыл, көк дейік. Енді мына жерде қызыл. Міне, қызылдың денесі жасылдан 2 есе үлкен болатын болса, значит, бұл бізде не болады? Short engulfing болады. Міне, short engulfing болады. Баға бұлай келетін болса, уже неге қараймыз? Шортқа қараймыз. Түсінікті ғой? Сабақтарды бөліп-бөліп беріп жатырмын, сіздерге, чтобы оңай болу үшін. Түсінікті ғой? Енді бүгінгі сабақ осы engulfing, яғни шортқа engulfing болатын болса, қызылдың денесі үлкен болу керек, лоңға engulfing болатын болса, жасылдың денесі не болу керек? Үлкен болу керек. Сол кезде біз екі жаққа не істей аламыз? Позиция қарай аламыз. Түсінікті ғой? Енді бізде ертең қорытындылайтын бір сабақ бар. Именно стратегия бойынша, но алдағы уақытта новый тақырыптар өте береміз. Енді бұйырса ертең сіздер барлық сұрақтарыңыз, который түсінбей жатқан сұрақтарыңыз бәрін кураторға жазып жібересіздер. Ертең тоже 2 адамды разборға шығарам полный. Одан кейін қалған кісілер сұрақтарыңыздың бәрін кураторға жазып жібересіздер. Ертең соның барлығына жауап берем эфирде. Түсінікті ғой? Енді үйге тапсырма тоже так же әр параңызға 5-5-тен. Яғни 3 параңызға 5-5-тен long engulfing, short engulfing не істейсіздер? Сызып кураторға жібересіздер. Түсінікті ғой? 5 long engulfing, 5 short engulfing. How USD, Euro USD, USD GPI. Осы 3 параға не істейсіздер? Жасап жібересіздер. Түсінікті ғой?
Бүгінгі сабақ қатты қиын деп ойламаймын, иә, только свечамен ғана жұмыс жасаймыз. Барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Ертеңгі сабақта көріскенше. Ертең сұрақтарыңызды дайындап, сұрақтарыңызды жазып, кураторға жіберіп қойыңыздар. Хорошо, ертең сабақ ұзақтау болады. Ертең сабақ сосын бізде кешкі сағат 9-да болады. Окей, каждый пятница күн кешкі сағат 9-да болады. Сіздердің уақыттарыңызбен. Қалған күндердің барлығы 16:30-да болады. Түсінікті ғой? Барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Ертеңгі сабақта көріскенше.